Балалар, бүгінгі сабағымыз 92-ші сабақ теңдеу шешуді үйренесің. Белгісіз сан қандай әріппен белгіленеді дейді. Белгісіз сан, мысалы 3 деген болса, 3 бала тұр. Соны 3-ті x пен жасыруға болады екен. 3x деп жазамыз. Теңдеуді белгісіз бар теңдік, белгісіздік табу. Теңдеуді шешу белгісіз әріппен белгіленеді. X қосу 3 тең 7, x тең 4. Мына жерден мынадан аламыз. 7-ден аламыз 3-ті тең 4 болады екен. Сол кезде 4. Жауабы 4 болды. Теңдеудің түбірін табу үшін оны таңдап алынған немесе қосу, азайту амалдарын байланысты туралы білімін пайдалануға болады. Теңдеуді шешу міндетті түрде тексеру қажет. Теңдеуді шеш, тексер дейді. Балалар, x қосу 4, 4 қосу x тең 9. Сол кезде 9-дан аламыз 4-ті, міне x тең дейміз, 9 алып 4, сол кезде қанша шығады? 5 шығады екен. Мына жерде 4 қосу 5 тең 9. Мына жерде жауабы 9 болды. Ал мына жерде егер қосындының мәтін қосылғыштардың біреуін азайтса, онда екінші қосылғыш шығады. Теңдеуді шеш, сандар мен әріптер қандай түспен берілгенін қара, не байқадың дейді. Балалар, қараңыздар, мына жерде 6 сан. Жауаптар көктің бәрі жауаптар екен. Мына жерде шығарып көрейік. 6 қосу x тең 9. Ол үшін x тең 9-дан аламыз. 6 қанша шықты? X тең 3 деп жазамыз. 6 қосу 3 9 болады екен. 9 тең 9-ға деп жазамыз. А мына жерде жасырылған сан a деген екен. A қосу 2 тең 9. Бұл жерде a тең 9 алу 7. Мынадан аламыз. A тең 7 болды. 7 қосу 2 тең 9. Жасырылған санымыз 7 екен. 9 тең 9 деп жазамыз. Екінші, 2 қосу x тең 8. X тең 8 алу 2. Мынадан аламыз. 8-ден 2 аламыз. 8-ден 2 аламыз. X тең қанша болады? 6 болады екен. X қосу 6 тең 8. Жауабы 8 деп жазамыз дегенбіз. Теңдеулерді шеш. 60 қосу x, мынау 4-ші есеп. 60 қосу x тең 90. Енді былай шығарамыз. Қараңыздар. Мына 60 қосу x тең 90. Тура бағана көрсеткендей x тең 90 алу 60 дейміз. X тең 30. X-на жасырылған сан 30 екен. 60 қосу 30 тең 90 болады екен. Енді астына 90 деп жазамыз тең. Ал екіншісі x қосу 20 тең 70. Енді анау x тең дейміз, 70 алу 20. Сол кезде қанша шығады екен? Мынадан алған кезде 50 шығады екен. X тең 50-ге 70 қосу 20, 50 қосу 20 тең 70 болады екен. Сол кезде жауабын 70 деп жазасыздар астына. Ал келесі әріптерді өрнек мәнін тап дейді. Өрнек мәнін тап десе, мына жерде жасырылып тұрған b барлығы 2, b-ның орнына 2 екен. 8 қосу 2 деп жазады екенбіз. Мына 8 қосу 2 тең 10, 5 қосу 2 7 деп жазамыз. Мына жерде 8 алу 2 тең 6, b тең 2 екен. b тең 8-ге, b тең 5-ге деп тұр. 5 алу 2 тең 3 болады екен. Есіп шығарамыз. Ал енді келесі. Бір кәдесиді орауға 30 сантиметр таспа қажет. Осында 3 кәдесиді орауға неше сантиметр қажет? Балалар, міне 30 көбейтеміз. 30, былай жасақ болады. 30 қосу 30, сол кезде 90 болады екен. Сол кезде 3 кәдесиға 90 сантиметр таспа қажет екен. Таспа қажет екен. Жауабы 90. Міне балалар, осы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақ кездескенше
астына түсінбесеңіздер комментарий жазып кетіңіздер. Тіркелмесеңіз тіркеліп кетіңіздер.